Барлығы адамзаттың нашарлап бара жатқанын айтады. Бірақ ешкім нашарлап бара жатқанын мойындамайды. Барлығы адамзатты өзгерту туралы ойлайды. Бірақ ешкім алдымен өзін өзгерту туралы ойламайды. Басқалардың өмірінен сабақ алыңыз. Адам барлық қателіктерді өздігінен жасау үшін өмір сүрмейді. Біз әрқашан жүрегімізден шыққан және өзімізді дұрыс деп тапқан дауысқа құлақ асуымыз керек. Себебі бұл дауыс ешқашан өтірік айтпайды. Өзгелер туралы ештеңе біліп жарытпасақ та жазғыра береміз. Өзіміз туралы небір сұмдықты біле тұра ұмытып кетеміз. Адам әрқашан бақытты болуы керек. Егер бақыт бітсе, қайда қателескеніңді қара. Біз өмірден тек өзіміз салған нәрсені табамыз. Өміріңізді күмән мен қорқынышпен құртпаңыз. Қалай істеу керектігін білетін адамның әркез жұмысы болады. Ал неліктен осы жұмысты істеу керектігін білетін адам осы жұмыстың бастығы болады. Ашудың әрбір минутында сіз 60 секунд бақытыңызды жоғалтасыз. Адамды бақытты не бақытсыз ететін оның ойы. Ойыңа иелік етсең, бақытыңа да иелік етесің. Діншілдігіңді Құдайға көрсет. Маған адамшылығың керек. Тек махаббат адамды мықты, әйелді сұлу, еркекті мейірімді, өмірді мәнді ете алады. Егер сені мақтаса, онда білгенің жөн. Сен әлі де болса өз жолыңда емессің. Басқалар үшін ыңғайлы жолдасың. Біреуді жоғалтып алудан қорқпаңыз. Жоғалатындар сізге тәжірибе үшін жіберілген. Тағдыр жібергендер мәңгілік сізбен бірге қалады. Шынайы ең жақсы адам ол дегенің сенің өткеніңді білетін, сенің болашағыңа сенетін, және сен қандайсың сол күйіңде сені қабылдайтын адам. Жаман деп жүргенімізді жақсы деуге батылымыз жеткен күні біздің өмірімізде ұлы кезеңдер басталады. Кім өзіне өзі сенбесе, сол әрқашан өтірік айтады. Адамдар қарапайым ақиқатты елемегендіктен көп азап тартады. Қажеттілік тумай жатып, уақытынан бұрын байбалам салатын адам көбірек қиналады.